Достар, қалайсыздар? Бүгін реалити шоудың 4-ші күні. Қазір жігіттерге кездесуге баратын боламыз. Бүгінгі біздің тапсырма сол өткендегі OLX-қа объявлениелерді салу және соны тексеруге барамыз. Құдай қаласа ертеңнен бастап тапсырыс болады деп ойлаймыз. Міне жігіттермен бүгін осындай 4-ші кездесуде отырмыз. Қазір не істедік бүгін? Бүгін разбор рекламаға полный бәрін жасадық. Так, басқа не істедік? Осы бала бір күле берді. Сен айт. Короче, жарнамалар салынды, неге шықпады, қандай қателіктері бар, онымен қалай жұмыс істейтінін түсіндік бүгін. Заявкалар түсіп жатыр ақырындап. Лик бар, бірақ пока продажа жоқ. Сенде айтпақшы ертеңге продажа бар? Бұйырса ертеңге бір продажам бар, менде бокс. Минимальный бокс қылып саттым, автонабор, инструменттармен и пылесос, автопылесос саттым. Красавчик. Низам, қалайсың? Қалай жұмыс жақсы жүріп жатыр ма? Жұмыс жақсы жүріп жатыр. Маған жігіттердің былай конкуренциясы қатты жатыр. Екі жақта да бір білмеймін кім ұтатыны қызық. Өйткені екі жақта да былай тепе-теңдіктер жақсы. Күшті. Короче, осылай біздің жігіттердің тартысы осылай жақсы жүріп жатыр. Сайранда ертеңге заказ бар. Шыңғыста уже бір заявка түсті, енді соны просто қатемен жұмыс жасап, енді ағары дамыту керек. Бір кішкене минус жігіттер көп жұмыс істегісі келмей жатыр ма, ерініп жатыр ма, негізі бізде бір күнде 20-30 объявление салуымыз керек, бізде жігіттерде 3 күнде 20 болып жатыр. Осылай ары қарай бұларды кішкене дисциплинаға саламыз. Бүгін міне Сайранның салғанын қазір тексеріп жатырмыз, OLX-те объявлениесін. Телефоны күшті жұмыс істейді екен. Осылай біраз бүгін жарнамалар салыпты. Сайран красавчик. Екі аккаунт бар. Басқаны көрсетпей қой. Красавчик. Енді Шыңғыстың салған объявлениелері осындай товарларды салыпты. Біз барлығын толық көрсетпей қойық, бірақ осындай. Жоқ, осындай. Бүгін міне Шыңғысқа көрсетші. Шыңғысқа осындай заказ түсіпті. Бірақ қазір керек дегеннен кейін біз қазір үлгерген жоқпыз. Кішкене кеш болып кетті. Сол себепті ертеңге дегенге көнбеген. Осылай заявкалар келіп жатыр негізі. Интерес бар, Красавчик. Спрос бар. Красавчик. Спростарды анықтап жатырмыз қазір. Қалайсыздар достар, бүгін біздің реалити шоудың 5-ші күні. Қазір салондағы жұмыстарды бітіріп, енді жігіттермен кездесуге келе жатырмын. Бүгін осындай форум деген жерде кездесіп болып шештік. Қазір барлығын көрсететін боламыз сіздерге. Жігіттерге өте керемет негізі заявкалар келіп жатыр. Күнде таңертең кешке әртүрлі клиенттер жазып жатыр. Енді біздің басты мақсатымыз 5-6 күн ішінде тест өткізу товарларға. Сол тесттен өткен товарларға сосын барып масштаб жасап, ашып, упаковканы жасап, товарларды мүмкін бір штуктан алып деген сияқты жұмыстар жасайтын боламыз. Осының ішінде қазір жігіттермен кездесетін боламыз. Достар, бүгін біз 5-ші күнді түсіріп жатырмыз. Жігіттермен кездестік. Екеуінде де продажа болыпты, бірақ өкінішке орай Сайран келген жоқ. Сол себепті бүгін жігіттермен отырмыз. Міне Шыңғыс, Низам. Шыңғыс, айтып берші. Не саттың? Бүгін мен 2 детский планшет саттым. Маған сағат таңғы 4-те кісі жазды клиент. Сөйтіп, осында 2 детский планшет сатып алды. Өз бағасы негізі 20 мыңнан 26 мың теңгеден 2 сатылым жасадым. Чегі бәрі бар, пруф қой? Пруф, Чегі бәрі бар, пруф қой. Осылай жігіттерде продажалар болып жатыр. Сол енді ары қарай тағы да жұмыс істеп жатырмыз. Қарасаңыздар, сағат таңғы 4-те заказ қабылдаған ғой Шыңғыс. Осылай керемет ары қарай жұмыс жасап жатырмыз. Уже практикумдікі неде бар аны? Бір күндік практикум бөлек, мына жағында жүрсің. Қазір деп біз үшінші келеді десе айтады, жігіттер не шуда кетіп намаз оқып таза қылмау керек, мынандай хадис бар, мынандай бар деп айтады. Сен тұрасың, не істейсің? Сен жұмыс жасайсың, намаз оқисың ана жерде бірге. Сен жерде намаздың қаза болып баратыр, алдыңғы жолы екеуміз компьютерге барған кезде де бірге бардық қой шығып. Компьютерге барыңдар ма?
сол кезде например мен намаз оқысам да например да айтады брат намазымыз қазағыма оқып жатыр сен намазың қазақ емес сен бардың да мен бірге компьютерден сен қазақын сөйледің сен мен көрген жоқсың ғой мен мегада оқып шықтым мен білесің кетіп қалдым ғой мен барып оқып шықтым да келдім и сонымен барғаннан кейін үйге барып құптанды оқыдым сен білмейсің ғой қандай намаз мен қандай оқығанымды мен сол кезде жаныңда болып тұрмын ғой сен өзің қазір намаз оқып қалдың жоқ тоқта факт айт қаза болды ма намаз қаза болған жоқ болды оны неге мынау фактпен сөйлемейді сонда өйткені қара құптан таңғы намазға дейін не болады уақыт беріледі 10 сағаттай деп айтады иә вот видишь жарайды фиксим қаза болмады тоқта фиксим емес ол қаза болды деп біреуге жала жауып жүр ғой енді қара сен өзің айтып жатрсың да мына жерде ше мен оны азанғы сағат деймін енді рубаракта мешітте оқитын адамдар да например сен кругыңда болса ше сол кезде сен болды ол таң намаздайын деп айтатын еді саған таң намаз қалай ойлайсың өзің мен қазір былай айтсам қазір құптан кірді таң намаздайын оқып болады жігіттер нормально тірлігімізді істей берейік компьютер ойнай берейік компта давай потом таң намазды оқысамыз сен айта ма солай өзің ойлайсың айта ма мен нұрбек көрген адам жоқ сен айта ма сол нұрбек туралы реалитетқа қатысымыз келді бірақ ол кішкене ерекше қатысып келді и ол номер тұрды жаңағыдай 30 мың теңге алып кетті анау жарты сағат па 30 мың теңге алып кетті бірақ прикол айтайын ба ана болмыш тұрды жігіттермен сені бірге істейін деп айтқан жоқ кетіп қалды ол ақшаны алды да кетті ішуге кетті ол точно не істеу керек білмеймін не істеу ана жігіт содан ана не телефон звондайсың ала алмайсың ол кетіп қалды содан кейін түсіндік жаңағыдай есі дұрыс адаммен жұмыс істеу керек по-любому сондай мақсаты бар адаммен жұмыс істеу керек мысалы мына жаққа жиналған адам үшеуміздің мақсатымыз бар ол көшеден келіп давай товарка үйрен деген ол по-любому 2-3 мың жұмыс істейді ол бұрынғы жұмысына қайтып кетіп қалуы мүмкін сен айтып жатсың